Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz sizlar bilan Java Swing'de transliteratsiya ishlab chiqib, ya'ni latin alfabetinde yozilgan so'zlarda Kiril alfabetini almashtirib beruvchi programma tuzamiz. Buning uchun bizlarga NetBeans programmasi kerak bo'ladi. Bizlar NetBeans programmasini qurishimiz boshlaymiz. Endi bizlar toza proyekt ochib olamiz. Bizlar toza proyekt ochib bo'ldik. Endi o'g'an jib panel tastaymiz. O'g'an arkasına fon beramiz. Keyingi kerak bo'ladigan narsa bu bizlarga text area, ya'ni tekst kiritadigan o'rin. Ham knopkalar joylashtiramiz. Bir knopka kerak bo'ladi. Biri translate, biri play. Bu uchraydi, biri autormalab beradi sizlarga. Bizler knopkamızdan da aynalarını şeyleştirip olduk. Endi biz translate knopkasına kod yazıda başlayız. Yani birinci full text areaga yazılgan latin alfabetini yazılgan sözlerde ikinci text areamızda, yani Kiril alfabetine audarmalı beruvchi kodga yazamiz.
көріністің жазып болдық. Қырғызстан түсіндіріп өтейін. Енді бұл жерде кейінгі харфлерде бізде replace методы, replace методы. Мысалы A болса, кері алфавитінде алып кетіп береді бізде. Алмастырып береді олар. Ал бізде бұл жерде Т3, Т4, Т5-лер. Мысалы мына жерде Т бұл общий текст. Текстті ішіне өз алады. Т1 болса, сол тексттің ішіндегі я сөзін тауып, кириллский яға өзгертіп береді. Мына жерлерде Т5-те, мысалы Т5 4-тегі әмес бір-бірімен байланысты болып келеді бұл жерде. Һәм ең ақырындағы Т26-ны біздер set text, яғни екінші айнамызға бұл текстті жайластыр дейміз. Енді бұл нәтижесін көреміз. Программамыз көріп тұрғаныңыздай істеп тұрды. Яғни латын алфавитінде жазылған сөздерді кирилл алфавитіне алмастырып берді. Енді біздер кейінгі жұмысымыз clear кнопкасын іске түсіру. Яғни clear кнопкасын басқанда екі айнамыздан тап-таза болып қалды. Іске кірсеңіз. Бұл жерде gText area 1 setText 0 бұл бірінші айнамызды тазалап береді. Ал gText area 2 setText 0 болса екінші айнамызды тазалап береді. Яғни 0 маңызы қабылдап қалады. Және бір мәрте еске түсіріп көреміз программамызды. Көріп тұрғаныңыздай программа істеді. Сол менен бүгінгі сабағымызды жұмақлаймыз. Атыбарыңыз үшін рахмет.